сәлеметсіздер ме балалар? Қазір бізде қазақ тілі сабағы. Сабақтың тақырыбы «Мен 5 жастамын, мне 5 лет». Табақта 5 алма. Тарелке 5 яблок. Ең алдымен сандарды еске түсірейік. Вспомним числа. 1, 2, 3, 4, 5. Тыңда, қайтала. Слушай и повтори. Сен неше жастасың? Сколько тебе лет? Мен 5 жастамын. Мне 5 лет. Сен неше жастасың? Мен 5 жастамын. Суретке қара, тыңда, қайтала. Посмотрите на картинки и послушайте и повторите. 1 шар, 1 шар, 2 шар, 2 шара, көп шар, много шаров. 1 доп, 1 мяч, 2 доп, 2 мяча, көп доп, много мячей. Тыңда, қайтала, бастыр, боя. Послушай, повтори, обведи и раскрась. Ақ шар бар, көк шар бар, көп шар бар, 4 шар бар. Сколько есть шаров в стихотворении? 4, 4. Значит, раскрашиваем 4 шара. Төртінші тапсырма. Сұраққа жауап бер. Ответьте на вопросы. Жасына сәйкес шардың суретін сал. Нарисуйте столько шаров, сколько вам лет. Сен неше жастасың? Сколько тебе лет? Если вам 5 лет, мен 5 жастамын. Мне 5 лет. Если вам 6 лет, мен 6 жастамын. Мне 6 лет. Рисуйте столько шаров, сколько вам лет. Балалар, 5-ші тапсырмаға назар аударыңдар. Обратите внимание на 5-е задание. На картинке изображены буквы казахского алфавита. Повторите. Ү, Ü, О, Г, Қ, Ң, Х. Суретке қара. Посмотрите на картинку. Алмаларды сана. Посчитайте яблоки. 1, 2, 3, 4, 5. Неше алма? Сколько яблок? 5 алма. Осымен сабақ аяқталды. Рахмет, сау болыңыздар.